12 жылға жазықсыз сотталған Шолпан Тоқтархан. Бұлардың мамалары артық не до детей было. Орыс апалардың дачасында арам шөп жұлып рингке де шыққан екенсіз. Даже не ожидала, мен шығып ақшаға төбелесем деп. Алматыда Сайран автовокзалында осындай бірінші таксопаркпен екінші таксопарк ставка қойып, әйелдер төбелестіреді қыздарды. Тәжі қалдым. Бәрі соғысады, мені бір украинка әйел, короче. Иығынан ұстады, тартымнан құлағын бірақ шайнады. Мұрнын шетін жыртып тастады. Тоңқайып тұрасашы, қазір тез жүре саламын. Так, кто кого изнасиловал? Анаңыздан неге келмеді? Бұны түсіне алмай тұрмын. Вообще бұл өмірде никто никому ничего не должен. Сөйтіп мен 50 жасында диплом алып шықтым. Фильм түсіріп жатыр екенсіз, өзіңіздің өміріңіз жайлы, иә? Шынында да сіз өмірде бар екенсіз, энергетикаңыз сезіліп тұр. Балалар, почему меня выбрали? Потому что менен махаббат, мейірім төгіліп тұрғаннан кейін как-то меня выбрали. Ту женщину, которая даже мамаларының итеріп тастап орнына келген әйел таңдап тұр ғой. Былай қарасаңыз. Айтпаймын ба? Сіз біздің әкемізге жабысып, шешеміздің өлуіне сіз де қол ұшыңыз тиіпсіз ғой деген сияқты айтуына болады ғой балалардың. Нет, они меня выбрали, со мной остались до сих пор со мной, потому что мен ойлаймын менің махаббатымды, менің жүрегімді, менің жақсы көретінімді сезіп. Все таки энергетика ол, энергетика. Мысалы үшін былтырғы жылы шыққан старый компьютердің чипі биылғы компьютерге сала алмайсың. Иә. Они друг друга не считывают уже. Сол сияқты олардың таза жүректердің махаббатын өмірге деген менің жүрегім махаббаты считывает, бір-бірімізді считываем как чипы, понимаете, новые. Біз бір-бірімізді немесеміз. Бұлардың мамалары артық не до детей было, не до себя, даже өзін ойламаған. Только күйеуім кетіп қалды, күйеуім гуляет, күйеуім сондай, күйеуімдай деп, ол кісі бірақ немеден күйзелістен тұра алмай қалған. Ал менің күйеуім бір определенный правиламен ғана өмір сүрген. Сіз енді балаларыңыздың ішінде әсіресе осы Асхатты ерекше атап өттіңіз. Иә, Асхат өткенде сізбен үнемі байланыста болды, ұлдардың үлкені болды, иә. Сол Асхаттың сізге бір айтары бар екен. Қазір біз тікелей байланысқа қосылып көрейік. Асхат мырза, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Иә, бүгін сіздің анаңыз біздің студиямызға келіп сұхбат беріп отыр. Анаңызға айтарыңыз бар болса, жылы лебізіңіз болса, міндетті түрде осы сәтті пайдаланып айтып қалсаңыз болады. Күшті балам, жақсы, рахмет. Мен анамызға не айтамыз? Көп рахмет. Егер рахмет тек сөзбен жеткізілмейді, іспен жеткізілу керек. Жаным. Сөзбен ғана жеткізген аз болатын шығар. Себебі сөз бар ғой пайғамбарымыздың, анамыздың әрбір істелген ісі біздің осы дүниеге алып келген, көмек берген дүниеге алып келмесе де осы күнге жеткізген үшін ол бір іс-әрекет. Өмірімізде пайда болған кісі, бұл өмірімізге деген өзгеріс. Ол кісіні енді қалай айтсам болады, батыр аналар қатарына қосатын болсақ, қосуға болады не деген қосалды осы заман. Рахмет сізге. Иә. Алтын уақытыңыз бөлгеніңіз үшін сіз жайлы біраз естеліктерін бөлісті. Міндетті түрде жақында YouTube арнаға шыққан кезде сілтемесін бөлісеміз. Негізінде сіз көп ағайынды отбасынан шыққансыз, иә? Иә. Бірақ сіз оларға үнемі қолдау көрсеттіңіз, иә? Тіпті оларды асырау үшін, оларды бағу үшін орыс апалардың дачасында арам шөп жұлып рингке де шыққан екенсіз. Сол жайында білгім келеді. Ол қалай? Мен әкем ерте қайтыс болып кетті. Әкем өте жақсы көрдім әкемді. Сондықтан осы қызым ертең үлесіп, осы бауырлардың бәрін қанатына сүйрейді, бәрін адам қылатын осы деп айта беретін мені. И почему-то сол сөз менің мойныма сіңіп қалған. Мен енді менің міндетім деп ойладым да, балалардың бәрін өсіру, жеткізу, жетектеу менің міндетім деп. Біз ауылда тұрдық қой. Қарасу деген ауыл, Тарбағатайдың Қарасу деген ауылы. Адыраспен ми адам атқа ештеңе өспейді. Ештеңе жоқ, бір құраған ауыл болды да. Әлі есімде. Содан еді ауылда жағдайы бар деген кісілер, бір-екі коммерсанттар. Солар қаладан алып кетті, ауылға сатады. Бәрін бәйесе бағаменен. Содан мамам қарыздан шықпай жүретін, есімде әлі. Өмірі қолын ақшасын алмайды, өйткені қарыз балаларын.
мен үйімнің ішін асырауым керек, мамамды қарыз қылмауым керек деген оймен қалаға барған кезде бас кезінде жұмыс таба алмай, ақша берем дегенде бәрін істедім ғой енді. Жаңағы орыс кемпірдің дачасын тазаладым дегенде де оны маған бір Инга деген орыс кісі көрсетті. Если почти 3 рубля дают деп. Соларымыз бар. Одан кейін рингке шыққанда мен енді ол кезде ақша табайын деп шыққан жоқпын. Мен даже не ожидала. Мен сонымен шығып ақшаға төбелесем деп. Өскемен деген қалада автовокзал бар. Автовокзалда далада андай кішкентай фонтан бар, су ішетін. Біз Советский Союз кезінде естіп пе едіңіз, бір фонтан тұрады ғой, аузың бар, су ішесің. Иә. Сол фонтанның ар жағында туалет тұрады. Туалеттер ол кезде зданияның ішінде туалет деген жоқ. Автовокзал деген жерлерде бәрі далада. МЖ деп жазылып тұрады ғой, мужской деп. Соны туалетке кіріп, таңғы сағат 6-дан кемпірлер дачаға алып кетеді ғой бізді. Жаңағы ертіп кетеді ғой. Кемпірлер кішкентай арбаларды жүретіп келеді. Соны алып кетеді, сол автовокзалда күтуің керек, соларды қонып, короче. Атайылып қаласың. Менде басқа қыздар бар. Сондай бір кездердің бірінде автовокзалға кіріп, енді шығып келе жатсам, бір 2 жігіт мені шығармайды да, туалеттен. Шықпай қой деп. Соң жібермейді. Мен жас қызбын ғой, 19-дамын. Бір Зайсандікі, Алик деген. Біреуі біздің тоже тарапқа айтып келген. Екіншісінің Баха деп айтты. Оны артынан білем ғой енді аттарының. Мен бұрын айтпайтын аттарын бәрін, қазір ойлаймын. Қаншама жыл өтті, енді, по-моему, они должны заслуживать свое имя услышать, да? Неше маған грубо айтады да, тоңқайып тұрасашы, қазір тез жүре саламыз дегендей. Сонымен айттым, мен неше күн болды тамақ ішкен жоқпын, өзім қарным ашып қаңғып жүрмін. Өз қаңғып жүрген қызды нетпексіңдер ме, жіберіңдерші жігіттер деп. Прям адам сияқты сұрадым да, жүре салыңдаршы деп. Сөйтсем, қошиып бастап атпашы, жалынбашы, давай тұрасашы дейді де. Мен да-таво, жүрегіме жыным ұстады да. Итеріп шыққан десем, уже мені қатты ұстап алған, жібермейді. Иығынан ұстады, тартымда құлағын бірақ шайнады. Кеміз жығылдық сол жерде. Содан екіншісінен алшымнан сучканы алшы деп жатыр да, анау мені тартам дейді. Оның мұрнынан ұстап алғам ғой, мына немесіне қолым ілініп кетті де, мұрнының шетін жыртып тастадым. Жігіттің. Жер, қара топырақ, шаң, айғай, шу, бұл жатыр ғой, орыстың помоги. Орыстардың бір жақ сондай кезі бар ғой, шум көтеріп жібереді ғой. Бізде Қазақстан демейді ғой, нең бар, әркім өздері көрінсе деп. Аналар, помогите, убивают, бедная девочка, шулап. Оказывается, милицияның ішін, автовокзалдың ішінде милицейский кабинет бар, сол жерде милициялар ұйықтайды екен. Соның үшін олар есті қабат шыққан. Содан аларының біреуін қуды, біреуін сол жерде ұстап алды. Сөйтіп көрді, содан немен уазикпен как раз біреулер сменге келе алған ғой, солар бар. Содан скорый шақырып, ананың құлағы қан жоса, мынаның мұрны қан жоса, менің аузым қан жоса. Мен чайнаған кезде ананың құлағын, аузым бәрі қанғас қалған ғой. Қарақат қалған ғой. Мен әлі күнге шын сол картина есімнен кетпеді. Милициялардың кабинетіне әкеліп жатыр да, кіре берісте шытынаған сынған айна тұр екен. Шығып өтіп барып айнаға қарасам, аузым қанған екен. Сөртеген кезде қатып қалған уже. Еще бетім бәрі топырақ. Сон скорый келді. Да, орыс әйел. Так, кто кого изнасиловал, не могу понять дейді. Представляете? Ана милициялардың шеғат күледі. Сон вот, хотели изнасиловать, а она, видите, какая оказалась. Дикарка вот укусила, заживала, правильно сделала. Заявление жазасыз ба дейді маған. Мен жоқ десем, жігіттерге, сендер жазасыңдар ма дейді, сендер жерінде шеріп бар ғой деген. Олар да жоқ деп қояды. Сонымен жігіттерді скорый алып кетті, тігеміз деп, немесін, құлағын, мұрнын. Мені Горжан милиция жігіттер столовыйға алып барды. Беті қолын жұп, тамақ ішуге сол кезде біреу айтты. Алматыда Сайран автовокзалында осындай бірінші таксопарк, екінші таксопарк ставка қойып, әйелдер төбелестіреді қыздарды. Күшті ақшада көтересің, барасың ба деп. Маған ешкім жұмыс предлагать етіп көрмеген ғой. Өмірімде барам дедім мен. Бірден келсе кеттіңіз? Иә, барам дедім. Сол күн түнде пойызға отырғызып,
кешке жақында сол күні кеш батты ғой сол кезде сөйтіп Алматыға келдім ғой, представляете. Содан бір апта пока таныстырып, пока көрсетіп, пока неме істеп, содан кейін бір жерде алып барған кезде, ең бірінші алып барған кезде тағы жаққа қалдым. Бірінші соғысады мені бір украинка әйел, короче, үлкендеу екен менен 67 деді ғой. Содан мені соғысады. Керка деген әйел екен. Содан мені апарған жігіт саған техника керек деді. Кішкене техника керек екен. Сен молодец, қорықпайды екенсің деп. Содан АХБК деген Алматыда бар, Алматинский хлопчатобумажный комбинат, соның подвалында Туменов, ұмытпасам. Мен Инсултан фамилияны ұмытып қаптым. Тренер болды. Сол жігітке апарда вот эту девушку просто дух воспитать, у нее сила, у всего хватает, просто на правильное русло энергетику, и надо это хватка. Он как-то что айтты, техникасы жоқ деді, короче. Соң өзін защищать не умеет деді. На съедение отдает, соны үйретші деп. Мен 3 ай ма сол жерде мені дайындады. Тренировка залда бокстастырып. Все, соң уже алып шықты. Бірақ мен енді үйдің ішінде ешкімге айтқан жоқпын. Мен ақшаға төлеп жатырмын деп. Маған для этого было. Маған айтты, сотталып кетесің, ты что, ешкімге айтшы олма, никому не говори. Мен ешкімге айтпайтын. Қорқатынмын айтуға. Айырылып қалам, ақшамнан жоғалып кетеді деп. Біз күнде өткен жоқпыз. Айына 1 рет, 2 айда 1 рет. Постоянно айына 1 рет енді. Кейде 2 айда 1 рет. Даже бывает ол жерге ізге отырып ала, там тексереді. 1 рет бір әйел өліп қапты. Сосын шыққаннан кейін бойдан кейін давлениесі көтеріп оған ғой. Соны 3 айдай 4 айдай ашылмай қалды ол жер. Төбесі жоқ болды. Сондай кездерде ақшасыз жүретінбіз, басқа жұмыстар істеу керек болатын болады. Сол кезде сол ақшаның бәрін, мысалы үшін мамам енді ауылда ғой. Ауылда есінде бүйтеді, көршінің үйінде телевизор бар екен. Сол видео апарып қойған, DVD деген шықты ғой, диск ұстап көретін. Сол бір киноны көрсетеді екен, жұмыртқа апару керек көру үшін. Мына балалар тауықтың аса жұмыртқа қоймайтын болды. Мен намысыра алмай жүрмін. Немене, олардың өздеріне бір DVD алып бар, телевизормен деп. LG деген телевизор бар екен ғой деп, мындай LG 4 әріппен жазып жетті. Мен барақылға қарап, LG деген қандай десем көрсет, 2 қарап екен ғой андай. Сосын сол телевизор алып, DVD алып, бір бойдан кейін ауылға барып барсам. Сол кезде телевизордан шама қымбат, мына DVD қымбат, қайдан аласың деп сұрамайды. Аңқаулықтар ғой олардың да. Или до того нуждается, до того қандар ашады, стоим бәрі кім қайдан әкелсе айту. А бауырларым, сіңілерім, менің кішкентай. Оларға так кажется, что қалада ақша деген төгіліп жатыр. Мен чуть ли не Назраевтың қолымын там. Даже ауылға келсем, сіңіліңді ала кетші. Пожалуйста, менің қызым үйде бос отыр деп. Қаншама ауылдың кісілері, қыздарын, ұлдарын маған ертіп жіберді ғой. Осы көмектесші деп. Мүмкін бұл бағдарлама менің ауылымның кісілері де көретін шығар. Көреді. Өтірік десе комментарийға жазсын. Мен қаншама ауылдың баласын әкеп, прописка көмектесіп, жұмыс көмектесіп, намысқа тырысып, Шолпан көмектеседі. Шолпан көмектесе, Шолпан молодец деген, маған бір сен молодецсің деген жетіспепті маған. Біреуге обещать етіп, қолымнан кеседі, кемеседі, обещать етіп жүгіреді екенмін мен. Кейін психологияны оқып дамыған кезде өзімді зерттедім де, оказывается, мен үйдің үлкені бәрін істеп, бәрін жүгіріп, жаңағы кішкентайымнан сен үлкенсің ғой, қош тұра тұр, мыналар деп, аналарға бәріне бере береді екен де, мені сыра береді екен. Мейірімсіз қалдыңыз, кішкене. Сол менде халыққа мен көп нәрседен қағылып қаппын. Сол не істегеннен кейін әлі көресіңдер, әлі маған келесіңдер деген сияқты менде боль болған ғой. Сол мен бәрін өзіме қаратқым келеді екен. Одан кейін бәрі өсіп ерісіп кеткеннен кейін мен бүйтіп ойлайтын. Енді бәрі білет, мен қалаға көшіріп әкелдім. Жылда біреу мектеп бітіріп, жылда алып келемін. Жұмысқа кіргіземін, оқуға кіргіземін сөйтіп. енді бәрі қазір қолдай-аяқтан жеткен, қазір бәрі жабылып, неге де саған шолпан деп отыратын сияқты көрінетінде маған. Оказывается, каждый өз өмірімен өмір сүріп кеткен, и не до меня.
мен даже түрмеге түстім ғой, мен бір бауырым келген жоқ қой, бір сіңілім, бір бауырым. Біз Қалайша? 9-быз ғой. Қалайша? Сонымен сол кезде өкпелеп, бұлар неге келмеді, бұлар мен, оказывается, вот какие туыстар, баяғы өздеріне керек кезде мен жүгірдім, ал маған керек кезде олар мені керек қылмады деген сияқты, менде обида, менде боль, араласпаймын, біттен ешқайсысын көрмеймін деп. Мен помню, свиданияға барған кезде 4-ші рет сотталған Надежда деген әйелге мамасы келіп тұр. Наденька, солнышко, лапочка, ты опять попала? Вот теплые носочки, тон қалма, мне перчаточки, вот кипятильник, горячие воды пей деп. Мамасы жылап, қолдарынан наркоманканы сүйетті. Сол менің шешем неге келмейді? Мен неге іздемейді? Менен наркоман емеспін ғой, миған неге келмейді деген мен де сол кезде обида басылды ғой. Мә, ананы көріпші. Қазір ойлап қарап отырсам, вот мен дәл қазір, мен мысалы үшін оларға звондап, мне сейчас плохо ақша беріңдерші десем, олар даже и сейчас не готовы. Потому что әрбір семья өзі, бір семьяда бір лидер болады екен, который на все всегда әрқашан дайын, и жоқ болса да прям дайын тұратын. Ал қалғандары лидерға сеніп алады екен де, қазір менде жоқ деп спокойно айтылады екен. Это для них не больно, не обидно. Мысалы үшін сіңілерім, бәрі тұрмыста ғой, балалар бар. Олар апайымыз сотталып кетті деп айтуға ұялған ғой. Олар бәріне, апайымыз Турцияға кетіп қалған, ол өзі көп жерде емес пе, Турцияға кетіп қалған, өтірік айтады. Елде сотталып кетті деп жатыр ғой. Жоқ, Турцияға кетіп қалған деп. Сіңілерім бәрі Турцияға кетіп қалған айтқан ғой. Представляете? Ұялады, намыстанады мен сотталып кетті дегенге. Біздің енді былай тәртіпті семья бізде. Біздің семьяда андай менен басқа семья безработный не бывает, менен басқа үйде қиғын сойғын жоқ. Бәрі тәртіпті, тыныш, сондай. Жолсында қалайша сіз сол бауырларыңыз үшін еңбек етіп, нәпақа тауып, тіпті рингке де шығып, солай енді жанкешті ғұмыр кештіңізде, бірақ олардың біреуі де келмеді сізге. Ол қалай? Ол анаңыздан неге келмеді? Мен бұны түсіне алмай тұрмын. Олардың мен артын неге келмедіңдер десең, жағдай келмеді. Ол кезде шынында да өзіне осы соңғы 2 жылда басталды ғой халықтың ашалары барып, анда-мұнда барып, былай сол кезде қарап отырсам, мен мысалы мүгедек болған келіп шығып келген кезде, түрмен шығып келген кезде халықта жағдай жоқ. Вообще жағдай жоқ. Менің Асхатым, менің балаларым хорошо, что олар кафеге барып фотоға түсіріп, кафеге барып саяқ жинап ақштапты. Алматыда менің сестренкаларым, братчикаларым, сестренкаларым балаларымен отыр. Олар күйеулерінің қолына қарап отыр. Күйеуіне маған 10 мың теңге берші, мен зонаға барып қайтып айта алмайды ғой. Еще 50 мың теңге мен зонаға келе алмайсыз. Бауырларыңызды ақтап отқан жоқсыз ба қазір? Мен ойлаңызшы, әкесіз қалған, анасыз қалған сіздің 3 балаңыз өздері жемесе де, бірақ сіз үшін барын істеді ғой. Мен қалай айтсам, мен сол кездегі сіңілерім мен інілерімнің положениесіне кіріп отырмын да. Сіңілерім күйеулеріне ештеңе дей алмайды, айта алмайды. Олардың біреудің келінді ғой. Олар еще бір рет айтып қойды, мен шетелге кетті деп. Енді сөздерін еткісі келмейді. Інілерім, мысалы үшін, бір інім жаңа ғана үйленген, үй сабатыр, қаржысы жоқ сияқты. Екіншінің мамның қолында, семьясының жұмыс жоқ там. Ну как-то жағдай жоқ сияқты болған сол кездерде. Сөздеріне қараса мен жағдай болмады дейді де. Тура уже шығатын кезде, ең артынан ерген 75 жылғаннан бар, сол келді. Артынып, тартынып, передачасын алып, бәлен сумкасын алып келді. Сонымен ойладым, наконец-то всех он выручил. Как вот жалғыз өзі алардың бәрін алып шыққандай болды да, короче. Конце уже мен шығатынға 1-2 ай қалған кезде, ол келіп кеткеннен кейін аяғы жеңіл болды ғой, мен шығып кеттім. Бір інім келді. Мен енді сол кезде қатты ренжідім, мен көрмеймін, араласамын деп кеткем. Қазір ойлап қарасам, вообще бұл өмірде никто никому ничего не должен. Мысалы үшін олар маған, сен бізді асырашы, рингке шықшы, сен төбеле, олар даже білмейді де. Даже өткенде передачаны естіп, менің бір інім айтады ғой, сен қайда төбелес жүрсің? Немене айтып жүр алардың бәрі, өтірік құрастырып, сен туралы әңгіме айтып жүр деп. Даже олар даже
бір ең үлкен інім армияда болды. Екінші інім мектепті жаңа ғана бітірген. Ауылда әкемнің орнына малға қарап, үйге қарап, балаға қарап, сол жерде бақша, картошка егіп, мысалы үшін. Былай қарасаңыз, ана елдің баласы қалада развитый балалар емес, кәдімгі ауылдың қарапайым жұмысшы балалар болған ғой. Даже қазірдің өзінде де, знаете, елдер сияқты Инстаграм, Ютубты жүгірмейді, жұмыс, стройка, сонымен жүріп берген қарапайым балалар. Поэтому бүгінде қарым-қатынастарыңыз қандай? Өте жақсы. Араласып тұрасыз? Араласып тұрамын. Олар да мені жақсы көреді, мен олар жақсы көремін. Көп нәрсені енді есейді ғой олар. Иә. Кішкене ер жетті, ақылдар өсті. Олар да көп нәрсені түсінді. Мен де оларды қабылдай білдім. Мен прорабатывать еттім өзімді. Мен как будто я должна была, мен міндет сияқты жүгіргем, енді оларда міндет санағам. Мен міндет емес болады, мен өзім жүгіргем. Потом олар маған міндет емес. Жалпы сіздің балаларыңыздың мен бойында бір өмірге деген құштарлық, сенім, сондай бір күш-жігерді байқадым. Сіз туған анасы болмасаңыз да, бірақ сол қасиеттерді бойларына сіңіре білген секілдісіз. Қалай ойлайсыз? Мен де соны өзім ойлаймын да, хорошо, что мен сөйтіп тәрбиелегем деп. Мен түрмеге дейін мама болғам, кәдімгідей мама, ойбай кесін, ойбай ішсін, ойбай жесін. Он не заслужил, но мен мысалы үшін ресторанда жұмыс істеп жүрміз ғой, ол бармен. Ол, например, полканы құлатып алып там 100 мың теңгенің арағын сындырып тастайды, басқа бір әкесі болса. Басқа біреу болса әкесін айтып, ана балаң сындырып алды деп банкрот болды керек қой. Нет, мен оны жасырып, өзіме әкеп қойып білдіріп, іштен кетпейді деп, мысалы үшін күшті бірдеңе алғысы келсе, мама ана осына телефон келіпті, күшті екен десе, күйеуім айтпай-ақ өзім алып беріп, короче. И потом балалар көреді. Мен күйеуім айлық алады, мен өмірі күйеуімнің айлығын алып көрмеппін. Ол қанша айлық алады, қашан алады, өмірі сұрамаппын. Потому что мен рестораннан доходты күшті таптым да, сол доходқа бала шағамды асырап, күнде не керек, балалар ештеңеге керек бізге де жалындырмай әперіп қоямын да енді. Мысалы үшін, я помню, бір джинсовый шалбар алдық, Асқат па Нұрбол біреуіне. Анау 47 деген көп ақша ғой ол кезде. Енді 10 жыл бұрын ойлаңыз, да? Сонымен 4 сом жетті деп жазып қойған ғой, как будто ба. Мынау 47 ме? Шөңдіп күйеуім қараған кезде, жоға да, 4 сом деп тұр ғой деп өтірік тез бағасын жасалған ғой. Соның бәрін жасырып, одан жасырып, балаларым жаққа шығып, балаларым сөзін сөйлеп, мен мама болғам да, а потом түрмеден келгеннен кейін, уже тілім шыға бастағаннан кейін, көп кітап оқып, өзім дамып, өзім кішкене өскеннен кейін, мен ойладым, так, маған балаларым басқаша үйрету керек. Басқаша тәрбиелеу керек. И любой қиындықты, любой жамандықты, любой нәрсені балаларыма ашық айтам. Жасырмаймын. И мен балалардың мамасы, досы, әкесі, сырласы, ешқандай да мысалы үшін. Мынау 1.400.000 теңге тұрады екен. Сон мен лидерларымның табысы Аллаға шүкір жақсы ғой, сол кісілер алып берді. Дүние жүзін арала, тоқтама деп. Соны қолым арба тегенен қуанып Меккеге бардым. Абу Даби, Сауд Арабия мемлекетіне круизға шығамын деп, әдейі арнайы 3 күн ерте барып, ондағы арманым Аллаға барып, міне сенің берген ұрпақтарың маған осындай деп, балаларымды Қағбаға барып көрсетіп, Аллаға рахмет айту еді. Және енді балаларым туған анасын біледі ғой, соларға мінәжат етіп, анасы үшін Қағбаға барсыншы, дұға қылсыншы деп. Олардың армандары орындалсын деп, балаларым бәрін алып Қағбаға бардым. 2 күн Меккені, Мәдинені аралап, Қағбаның басында Құран оқып, дұға жасап сөйтіп келдік. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Амин. Сонда арба Қағбаны 7 айналды. Астындағы 2 таудың арасында 7 рет жүрді. Сол гостиницаға кіріп, номерге келгенде пик-пик деп фотография қалды ғой. Представляете? Прям Құдайдың құдіреті. Дәл жетті ғой. Алланың шеберлігінде шегі жоқ қой. Представляете, Алланың 7 рет айланды. Астына 7 рет таудың ішінде өтті. Еще бірнеше көшемен келіп,
не гостиницаға кіріп номерге кірген кезде пик деп өшіп қалды. Представляете, а вдруг там қағбайынан өшіп қалса не істейсің мысалы үшін. Бірақ балам айтқан, мама қорықпа, өшіп қалса итереміз, қорықпа жарықсын алған, если что айтаймыз деп. Жоқ, бұл прям бәрінің несін орындап, мен там ана кісілердің алып берген кісілердің ниетін қарасаңыз, Сафария деген апайым алғаш рет алып берген. Одан кейін Сауд Арабияда бір педалін таксиде жоғалтып алдық. Одан кейін екінші рет Франкфуртқа ұшқан кезде аккумуляторын жоғалтып алдық. Немененің арбаның. Содан аккумуляторсыз бұл жүрмейді ғой. Арбаның аккумуляторы жоқ. Арбаның қайда? Өстіп аккумуляторын жоғалтып алған. Ой, как это так деп сөйтіп жүрген. Содан бір күні қатты жаңбыр, аяғы бәрі батпақ, далаға жай алып шыққанбыз ғой. Содан батпағы кепсін деп позиция қойсақ, ордап кеткен ғой арбаны. Ё-моё, арбаның өзін ұрдап кеткен. Соны мен бір апайым айтқан, представляете, позор, мне купили, мен бір алғашқы кісілер сияқты арбамды алып қалдым ғой, даже аккумулятор жоқ арбаны ұрдап кетті деп. Камера бар ғой, то что көрсеңші деп. Содан камера қайтып, участковый алып кеткен кісілердің қай машинаға тиген машина арқылы табылды. Ұрлаған кісі Түркістанға сап жерді. Ұрлап алған кісі. Содан Түркістанға кісі звондап тұр. Мен сізге ақшасын беріп жүрейін, арбаны алмай қойыңызшы, анау мынау деп. Сонымен мен өзіме керек, мен дүние жүзін аралап жүрген адаммын. Мен сендер сотатпаймын, арыз жазбаймын. Просто әкеп беріңіздерші, бүлдіртпей деп сөйткем. Жарайды, ақшаның қай кесін күте тұрыңызшы дейді де. То жазмашы, жады күтемін деп. Соны менің лидерлерім естіпті арбаның жоғалғанын. Новыйын алып берді ғой. Не переживай деп. Соны қазір екінші новый машинам бар. Иә, енді сіз психологиялық кеңес бересіз, иә, негізінде консультация жүргізесіз. Иә, мен, короче, үйде парализован төсек жаттым ғой. Соны мен асыл қайтам. Мен ертең қалай жұмыс істеймін, балам? Мына жатып отырып жұмыс істеу деген сұмдық қой енді. Ақырын жүре бастадым. Жүргенде стенаны ұстап жүрем, екі таяққа сеніп жүрем. Или біреуді ұстап жүрем керек. Өзімде равновесие жоқ қой. Жүре аламын, ладно. Сөйлеген кезде немене тез жазам, тез бәрін түсінем, бәрін. Инстаграмда қателестім, не істеймін, апай дегендердің бәрін ақыл кеңесін жазып жіберем. Сөйлеген кезде, мысалы үшін, қалың қалай десе жақсы деп ақырын сөйлем ол кезде. Содан бір әйел жазып жіберіпті. Кімсің сен ақыл беріп кеңес беретін? Өзің тілің шайнап әрең сөйлеп отырсың. Сенің біреуге ақыл беретін құқығың жоқ. Жай кеңес жасаң болады, сен сөйтіп ақыл беріпсің деп бір әйел сөйтіп жазыпты. Это мне так задело. Содан балам айттым, мен оқығым келеді. Сен кімсің? Bir дипломың бар, мен соншама ақыл беретін деп айтты. Соны айттым, мам, сіз психологияны оқып алыңыз. Сізде получится. Баламның документтерін бәрін жөндеп, жоғарғы білім оқуға дистанцияны тапсырды. Көмектесті өздері де. Сөйтіп 45 жасында университетке түстім ғой. Содан оқыңыз, лекция келеді, ойбай, оны миыма кіріп шықпайды, оны оқ. Маған главный диплом нужен бұл. Мен дипломированный психологпын деп айту үшін, міне мен оқыдым 5 жыл. Осы керек болды. Сөйтіп соны 4 жыл бойы жаңағы лекциясына балаларым келмекке көмектесті. Печат басып жазып жауап экзамендерді сессияға бәріне. Сөйтіп мен 50 жасында жоғары білім университет бітірді деген диплом алып шықтым, психолог деген. Жарайсыз. Иә. Соны алып шыққаннан кейін дипломды қорғау үшін бір жұмыс көрсету керек екен де. Содан мен менің бір жақсы сіңілім бар, ақыл айтып жүретін. Соны айтатын, қалай айтсам, как можно свою работу назвать деп сөйтсем. Скрам деп назовите. Ками Конопьянова деген мүмкін естіңіз бар шығар. Блогер. Өте ақылды, күшті қыз. Менің сіңілім өз всегда поддерживает, ақыл кеңесін айтып жүретін. Шопан апай, сөйтіңіз, бүйтіңіз. Солай айтты, скрам назовите вашу работу. Вы классные советы даете деп. Бұл қыз русскоязычный қыз ғой. Скрам деген сөз ағылшын тілінен индивидуально, персонально деген сөз. Любой адам өзінің ішкі болын біреуге жарып айта алмайды екен. Мен мысалы үшін қазір мықты шолпан, батыр шолпан отырмын, потому что мен ішкі дүниемді ақтарып үйрендім. Ал оны мың әйелдің
980 ғана ақтара алатын шығар өзін. 20-сы ақтара алмайтын шығар. 20-сы ғана ақтарылады. 1000 әйелдің. А 980-і жабық. Адам жабық болғаннан кейін, сол блоктың бәрін өзі ішінде ұстап тұрғаннан кейін, все, оның бәрі оның ішінде ғой. Шірит, рит, ауру болады, жол жабылады, жаңағы өте үлкен блоктар пайда болады өмірінде. Соны мен түсіндіргім келді. Содан кейін бір қызығы, мен түрмеде отырған, зонада отырған кезде бір тяжелый әйел жатты. ВИЧ-инфицированный Ибраева деген. Құлағының үш түс қалған, мұрнының шеті шіріп кеткен, ВИЧ-СПИД деген аурудан енді ене арқылы жұқтырған наркоманкалар ғой. Барыга сондай бір кәрі, 60-тан асып кеткен, 67-те кеп қалған әйел. Оказывается, 25 жылға сотылған, короче. Өзінің мамасын өлтірсепті. Бір жерге дозасын тық қойған ғой, салам деген. Соның мамасы дозасын ойындызға ағыз жерді. Ты что, тварь, взяла бәрін түген деп, жаңағы ауырып тұрған кезінде ауыр бутылкамен шешесін қара құсынан ұрып жүрген, шешесі қайтыс болып кеткен. Сөйтіп бұл 25 жылға сотталды. Содан сол әйел мені кім закрытый докалкада сол әйелге қарай алады, уход жасайды. Соларға проверкаға шықпайды, шақат етуге шықпайды деп, короче, сол кезде хабарлады. Енді бәрі қорқады ғой спидке жақындауға. Мен зонада күндіз-түн жазам. Мен кінәлі емеспін, мен жазғызғамады деп жер көктің бәрін жазып жатырмын ғой. Маған жазатын уақыт керекті. Ананы ұйықтап тастасаң, жаза бересің, короче. Санчастың ішінде отыра бересің де, больницаның ішінде. Мен барам деп, кто за уголь, я деген сияқты мен барып алғанмын ғой. Содан Мадина деген көршіме тапсырып, 100 штук стерильные перчатки, или миновазин обрабатывать ететін сүндерді алдыртып алдым да, ана кемпірге ухаживаю. Үстіндегі раналарын сүріп, содан кейін обрабатывать етіп, сорпасын бірдеңесін беріп жатасың, туалетке ұстайсың, и все, сен целый почти до обеда ұйықтайды. Короче. Содан маған таныстарым қойдың күрдігін жібереді. Сырты капчондалған, сала сияқты қып. Шолпан, иммунитетің өліп қалмасын, мынаның жыры жоқ, сен білмейсің, бұны таза, холестеринсіз май, бұны жеу керек деп зонаға жібереді. Мен өзім толықпын ғой, семіркетін деп жемеймін. Сондан әйелге берем, жаңағы тяжелый жылқын әйелге. Қазы қарта келеді, оны да саған берем. Же, қазы, майлы, мынандайға бер жібереді, өзі жесін деп, жеңізіп. Анда байқұсын иммунитеті көтеріліп, туалетке өзі баратын болып, настроениясы көтеріліп, үйдің тамағын жеп жатыр ғой. Это представьте, 23 жыл бойы ол үйдің тамағын жемеген ғой, зонаның тамағын жеген. А тут қазы қарта, күрдік жеп жатыр да. Тамақ, ас адамның арқауы деген көрдіңіз бе? Прям көтеріліп. Сол маған айтады, если менің туалетке өзім барған менттер көрсе, сен алып кетеді. Мен олардың көзінше мен туалетке бармаймын. Хорошо. Содан айтты, сен көрініп тұр, сенің не за что отырғаның. Біз барлық баргаларды, кто там сатады, танимыз ғой, короче. Мен саған осындай техника бар. Соны саған үйретем. Если ты тоқтамай 40 күн соны істесең, врата зоны өздері ашылады. Тебе адвокат не нужен деп сөйтеді. Мен жылаймын, күйеуім адвокат қақша бермей қойды деп. Короче, сол кезде күшті адвокат алу керек деген деп жылаймын. Содан тебе даже адвокат кез жоқ болады. Осылай деп. Сонан әйел маған техниканы үйретті. Мен сенбеймін. Сығандардың бір магиясы бар екенін білем. Сенбеймін, но ана техника былай қарасаң, ничего такого магического. Соның бәрін 40 күн істедім. И получается, мен бір айдан кейін босандыққа шықтым ғой. Представляете? И Алланың құдіреті бар. Я жаңағы подсознательный уровеньге кіріп. Сеніміңіз. Да, сенім бар, бәрі мен алып шықты ғой. Енді балаларының тілегі бар, дұғасы бар, көз жасым бар дегендей. Сол мен бостандыққа шықтым ғой. Сондан әйел айтты да маған, менің арманым дейді. Мен айтатын, егер бұл техника күшті жұмыс істейтін болса, почему сен өзің шығып кетпейсің? Десем, маған шығуға болмайды. Я же убила свою мать. И маған Бог дал наказание 25 жыл. Мен 25 жыл отыруым керек. Мен өзімді кешірген жоқпын.
Бог, может, простил, но я не могу себе простить за то, что я убил свою мать деп. Енді уже наркота жоқ қой, уже үйленіп жатыр, құдай алдында тазарып жатыр да енді. Менің арманым дейді, мен осы 1-2 жыл иммунитетімді ұстап тұрып далаға шықсам дейді, мен өліп кетсем, забордың сыртында өлсем, менің туыстарым, таныстарым мамамның аяқ жағына зорлайды, жерлейді. Сол жерге жерлесе, мен мамамның аяғын құшақтап кешірім сұрай аламын. Егер мен зонаның ішінде өліп қалсам, менде открытый сифилис, мені осының ішінде закрытый гробпен көметті, зонаның ішіндегі зертхана қылсайды ғой, көмсайды ғой. Содан мен мамам шешеме жақындай алмай қаламын дейді де. Менің арманым қақпаның сыртында өлу дейді. Сен маған тамаққа көмектесіп тұр, мен саған такие техниканы үйретем, которые ты весь миром будешь управлять дейді маған. Мен давай деп. Яғни өзім шыққаннан кейін бәрі ұмытылып қалған ғой, короче. Это 1-2 рет қана 10 мыңнан ақша салдым, и все. Содан мен өзім парализовать етіп қалдым, не до нее было, ол әйел шығып өліпті. Шығып, 17 күннен кейін өліпті деп естідім, зонаға шыққаннан кейін. Иманды болсын. Енді Шолпан ханым, соңғы сұрақ, қысқа нұсқа, фильм түсіріп жатыр екенсіз. Өзіңіздің өміріңіз жайлы, иә? Ол фильм қашан шығады прокатқа? Кім режиссер? Мен түсіріп жатқан жоқпын. Менің киномды енді оқырмандарым арқылы естіп, жаңағы осындай история, резонанс, шын өмірде мындай бар деп, бүткіл историямды оқып, содан Мереке Мұқан деген режиссер естігеннен кейін ол өте танысып, таң қалып, маған інілік ғашық болып, мен осыны көремін деп Алматыдан Астанаға ұшып кепті. Содан танысып, көріп, шынында да сіз өмірде бар екенсіз, энергетикаңыз сезіліп тұр деп, екеуміз құшақтасып, ағалы апай сияқтап қалдық. Содан айтты, мен осындай киноға түсірген деген мақсатым бар, жақсы адамдарым бар, бәріміз дайынбыз, сіз только сізбен контракт керек, сіздің келісіміңіз керек. 2-3 рет кездестік, бәрін сөйлестік. Түсірілім басталды ма? Түсірілім басталды. Қазір дайындық үстінде, неге артистер таңдап жатыр. Оған өзіңіз түсесіз бе? Локация жоқ. Қазір локациялар дайындап жатыр, қыс жаз әртүрлі оқиғаның сезондарын дайындап жатыр. Мереке Мұқан осы киномен жұмыс істеп жатыр. Осы кино үшін 3 ай Кореяға оқуға барғалы жатыр. Осы киноның жағдайын дұрыс шығару үшін. Тамаша. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Енді 1 сағаттан астам уақыт сұхбат жаздық. Сіздің енді осындай қиындыққа, кейбір сәттерінде қуанышқа толы ғұмырыңыз біраз адамға сабақ, біраз адамға бәлкім өнеге, бәлкім үлгі болар. Шынайы болғаныңыз үшін, осылай ашылып сұхбат бергеніңіз үшін шынайы сізге алғысымды білдіремін. Сондықтан да енді фильм шығып жатса, міндетті түрде барып көреміз деген ойдамын. Ең бастысы өзіңізді күтіңіз, өзіңізге, балаларыңызға әрқашанда қарайласып, солардың қасында жүре беріңіз. Ендігі ғұмырыңыз тек қана қуанышқа, шаттыққа толы болсын деген шынайы сізге тілегім бар. Құрметті көрермен, Абылайхан Өмірбай арнасындағы сұхбат, бүгінгі сұхбат осымен тәмам. Міндетті түрде арнамызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз үшін бұл өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.